Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен тағы осы гүлдерге пайдалы бір сусын туралы айтатын боламыз. Ол өзі арзан, қолда бар табиғи сусын. Ол бәріміздің де үйімізде бар. Оны өзіміз де күнделікті қайнатып ішіп отырмыз. Бұл тез дайындалатын өте пайдалы сусын. Енді мен айтатын болсам, бұл сусынды осы замиокулькас, яғни доллар гүлі өте жақсы көреді. Бұл сусынмен осы гүлдерді суарып отырсақ болады. Бұл көкшай. Көкшайды біз жаңа айтып кеттім, өзімізде жақсы көріп, күнделікті ішіп отырамыз. Бізге көкшай керек. Мен 2 ас қасық көкшай пайдаландым. Оны жарты литрлік банкаға салып, оған қайнаған су құйып, тындырып қойдым. Енді бұл шай шамалы тұру керек. 1-2 сағаттай ішіндегі барлық шайдың ішіндегі минералды микро-макро элементтердің барлығы сол суға шығу керек. Сондай-ақ бұл көк шайдан басқа біз қызыл шайды да, кофені де жасап, сусын қылып осы гүлдерге бере берсек болады. Бірақ барлығында өзінің мөлшерімен беру керек. Ол шай, ол пайдасыз емес қой деп, кәдімгідей қоюлаған шайды гүлдерге құюға болмайды. Бұл көк шайдың гүлдерге қандай пайдасы бар дейтін болсақ, көк шайда көптеген макро-микро элементтер өте бай көк шайда. Бұл көк шайды доллар гүлі жаңа айттым мен ұнатады, бірақ бұл шайды барлық гүлдерге беруге болады, бірақ кактусқа беруге болады, папоротникке беруге, басқа да гүлдерге беруге болады, бірақ азалияға бұл көк шайды беруге болмайды. Өйткені көк шай топырақтағы қышқылдықты азайтады. Сондықтан да қышқылдықты жақсы көретін гүлдерге бұл шайды құюға болмайды. Және де шайдың қалдықтарын кептіріп, лақтырып тастамай, гүлді отырғызғанда топырақтың құнарлығы үшін қосуға да болады. Осы шайдағы микро-макро элементтердің бірі магний, калий, фосфор, марганец бар. Бұлар топырақтың құнарлығын арттырып, гүлдердің өсуін жақсартады. Мысалға, калийді алатын болсақ, бұл калийдің арқасында гүлдеріңіздің өсуі жақсарып, гүл ашатын болады. Сосын гүлдеуіне жақсы көмектеседі. Кальций ол гүлдің тамырының тез қатайып, көбеюіне көмектеседі. Марганец болса, ол гүлдердің жақсы өсіп, жетілуіне көмектеседі. Шай бұл су емес, сондықтан да бұл су деп гүлдерге күнде құя беруге болмайды. Бұл шайды да жетісіне 1 рет, немесе 2 жетте 1 рет құйсақ болады. Енді міне өздеріңіз көрсеңіздер, мен шайды тұнбасын мынандай қылып құйып алдым, ажыратып. Енді осы жарты литрлік бокалдағы шайды біз мынандай 1 литрлік ыдысқа құйып, оған 1 литрге толтырып, жылы су құямыз. Суымыз жылы болу керек. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, жаңа көрдіңіздер, бұған мен бал қостым. Бал қосуға да болады, балды қоспауға да болады. Егер де бал қоспай бере берем дейтін болсаңыздар, ешқандай зияны жоқ. Оның да өте күші жақсы болады көк шайдың. Көк шайдың өзінде гүлдерге бере берулеріңізге болады. Өздеріңіз білесіздер, балдың да өзінің бойында көптеген микро, макро элементтер бар, көптеген витаминдер бар. Бұл бал көк шаймен араласып, тіптен гүлдердің өсуіне өте жақсы ықпал жасайды. Сондықтан да бұл балды қоссаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңіз, қоспай көк шайдың өзін берсеңіздер де болады, балдың өзін берсеңіздер де болады гүлге. Шайды және де құрғақ күйінде де гүл отырғызғанда топыраққа араласып жіберсеңіздер де болады. Өйткені ол топырақтың құнарлығын артады. Бірақ құрғақ шайдың оның күші аздық етеді. Мынандай сусын қылып берсеңіздер, ол өйткені құрғақ шайдың бойындағы барлық витаминдер осы суға шықты ғой, жаңа қайнаған су құйған уақытта. Сол құрғақ шайға қарағанда мынау сусын өте гүлдерге пайдалы. Сондықтан шайды гүлдерге сусын ретінде берген дұрыс деп мен ойлаймын. Сосын шайды құю керек екен деп
бейберекетсіз, бұл гүлдерге жаңа құя беруге де болмайды. Сосын қою шай қылып құюға болмайды. Өйткені бұның пайдасы да бар, гүлдерге зияны да бар екен. Соны ескерсеңіздер, сондықтан да бұл шайды да гүлдерге мөлшерімен пайдаланған дұрыс екен. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер ғой, мен жарты литрге де жетпейді, жарты литрлік банкыдағы суға мен 1 литрге дейінгі су құйып, сөйтіп барып гүлдерге құйдым. Міне осы көк шайдан да гүлдерге өте жақсы сусын жасауға болады екен. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұны 2,7-де немесе 1,7-де беруге болады гүлдерге. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.